Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizlar Естің балалар сөйлейді атты подкастымызды баса жақпыз. Бүгінгі подкастымыздың темасы ойындар. Ойындар. Так, мен де расын айтсам мен ойын ойнаймын. Ойнамаймын емес. Әлбетте ойнамайтын баланың өзі жоқ шығар. Ойнап көрмеген баланың. Ойнап көрмеген деген дұрыс болады. Енді бірінші тема бұл ойынның абзалдықтары. Ойынның қандай абзалдықтары бар сіздердің ойыңызша? Так, мен ойынның абзалдықтарын айтатын болсам, ойынның абзалдықтары есеп қалуды күшейтеді бір ойлар. Мәселен, қазіргі көптеген ойынларда дауысты чат бар. То есть голосовой чат орысша айтқанда. Олда біздер көбінше голосовой чатта инглиз тілінде сөйлеседі көбісі. И сол менен инглиз тілін үйренесіз. Инглиз тілін более развивать можно. Мен бір-екі ойларды білемін, сондай несі бар. Чаты бар. Free Fire, Standoff, PUBG, Counter. Мен білетілерім болғаны. Енді мәселен, ойынларам сегментқа бөлінеді да негізі. Енді ойынлар негізі сегментқа бөлінеді да. Білім үйрететін ойынлар бар, һәм көл кейпиятты көтеретін ойынлар дейміз ба. Мысал қылып келтірсек, Duolingo. Образовательный ойын, то есть білім үйрететін игровой форматта тіл үйренуге болады. Мен ұлыма ешқайсыдан дей қойма. Тек кіремен, менің телефонымда так FK Mobile бар, Standoff бар, Free Fire бар. Free Fire'ға ара тұра кіремен. FK Mobile'ға күніне бір ярым сағат кіремен. Standoffқа бір сағат. Free Fire қаптесіне бір рет кіремен. Бұған олан бір сағат, ярым сағат. Әжайып. Королевский өйтіп атсасаң да тек шығып кетеміз ғой. Сіз қандай оларды ойнайсыз? Standoff 2 и Roblox. Стақыры ойласапсы? Көп. Әзілі подкаст жұмақлап болғанда Standoff басамыз. Енді мен алдын ойнап келгенмен ойынға, қазіргі уақытта мен IT сферасында жұмыс алып бараман. Мен уақытында ойнағанман, қазіргі уақытта ойын ойнауға уақытында жоқ десем де болады. Болады. Енді мен ойынның минус тәрәплерін айтып өтемін да. Ойынлардың абзалдықтарын айтып өттік. Енді абзалдықтар болған жерде минус тәрәплері де болады обязательно. Конечно. Енді мысал қылып келтірсек, ойынлардың кемшіліктері дейміз. Көзге зиян келтіреді. Мәселен, мен де бағана съемкадан бұрын сенің ойнап отқаныңды көрдім да. Осанка қисық болып рауажланады да енді. Ойын ойнайтын мен қызық жері ойын түргеп тұр ойнап жатырмын ол кезде. Бәрібір басың деп төменге түсіп тұрған жоқ па еді? Дұрыс. Ойындардың кемшіліктері негізі хамме біледі. Уақытында мен ойын ойнаған кезімде маған көптеген кемшіліктерді айтатұғын еді. Содан кейін мен негізі IT-ға кіріп келуімдегі мақсат ойын жарату еді. Мен енді 11 жасында кіріп келдім да IT сферасына. Сол кезде Minecraft деген ойынды көп ойнайтұғын. Мен де ойнайын. Сол 11 жасымда көшең балалармен жалғамы дейдек бізде. Точка доступы ашты. Ойнайтұғын бен Minecraft. Негізі қазірам арасында ойнап тұраман. Енді қате болды айтқаным ойнамаймын дегеннен кейін. Ноутбук арқылы ойнаймын арасында. Көп емес. Негізі IT-ға өзім ойын жаратамын деп кіріп келген едім. Қазіргі уақытта ойын жаратып негізі көрдім. Бірақ ол бағдар маған ұнамады. Содан кейін мен уже IT-дің басқасы. Ойын бірақ келісті ма негізі? Негізі келісті ауа, негізі келісті. Яқ бұлай. Өзің ойнап көрдің ба сол ойында? Әлбетте. Жақыларың ойнап көрдің ба? Иә. Өзім ойнадым. Не үшін жақыларың ойнап көрдің? Расы, менің жақындыларым мен ойын ойнамайды ғой сірә. Иә, Жағаларым бар, әшпаларым бар, олар. Інің болсын, қарындасың болсын, ойнатып көрмедің ба? Ойнатып көрмедім. Не үшін? Білмеймін. Иә, мысал үшін, ойнатпауышынан бір себеп болу керек. Ол өзіңе жақпаған болуы мүмкін. Я бірде графикасы, енді өзіңе жақпағанның графикалары, нелері төмен бері. Жақпайтындай. Иә, ондай машқала болған жоқ. Білмеймін неге көрсетпегенімді. Өзің секретіні істедің, өзің ойнап көрдің, өзің қойдың.
мен болғанда жер жаһанға жай жіберген ғой, игра жаратқанда. Реально. Енді бұлай айтайық та, ойынларға туралы қызықты оқиғалар болған ба өміріңізде? Менде ма? Менде алдын Free Fire ойнайтын кезінде болған. Аха. Ойын ойнап жатырмын, нервім шығып кетсе, телефонды көпшікке лақтырып жіберемін. Лақтырып жібере беремін. Постоянно нервім шығып сондай болғаны. Аха. Енді өміріңізде ойынларға байланысты қандай қызықты оқиғалар болған? Менде болған Free Fire деген ойын бар. Жалған ойнайтын. Ода да чат бар. Аха. Так сол ойнап жатыр. Қатты қызып кеттім да. Уже әлемде бір 4-ке 1 ма қап қойдым да бір өзім. Олар команда, мен бір өзім болып қойдым. Телефон лақтырып жібердім ғой. Сізде қандай оқиғалар болған? Menda ham shunaqa telefon, lekin telefonni otib yubormayman, lekin yonimdagi randomniy bir nimani otib yuborishim mumkin. Бірақ телефонды емес. Ойынға байланысты негізі мен өмірімде алдын оқиғалар көп болған. Мәселен, енді жаңа сол Майнкрафт дегенде алдында айтып өттім ғой мен. Бір-бірімізге Шерит деген приложение бар алдын. Сол туралы бір-бірімізге Майнкрафтты лақтырамыз ғой енді. Сол кезде приложение не установлено деп 99% адамдарда шығатын. Сол деген бізде травма қалып қойған да ол затпен. Негізі кейіннен уже мен IT тарауына кіріп келгеннен кейін оны іздетіп қарасам, телефонның памятында машғала болған екен да. Сол кезде памятным тазалай алмайтын екен біздер. Мәселен, ол кездегі телефонлар енді максимум дейміз ғой, ең көп 64 емес, даже 16. Мен өзімдікі 16 еді. 8 гигабайтлық телефонларда болған. Енді темадан ұзаққа кетпейік. Жаңа ойынлардың плюс тәрәпілерін айтып өттік, минус тәрәпілерін айтып өттік, һәм ойынменен байланысты қызықты оқиғаларды айтып өттік. Енді ойынлар арқылы қалайынша дараматқа шығу мүмкін? Сіздердің ойыңызша? Ойынлар арқылы ма? Мысалы үшін, біреулер стрим болады ондай. Сол стримнен ақша табады. Біреулер донат салады, мысалы үшін, стримді ауып қалды. Еще қандай болар? Lekin типа редко bo'ladi. Донаты редко. Донатлар онда олар қаяқтан ақша табады сонда? Сіздерге қайтып стример пұл табу қызық па, яки ойынлар ма? Енді стримерлар туралы айтқан болсақ, қазір ойынлар қалай пұл табады? Техник жақтан біздер қарап өтсек, ойында донатный система бар. Подпискалар сатып алуға мүмкіншілік бар. Жаңағы Free Fire'да пропуск деген заттар бар ғой, мен алдын ойнағанмын. Біреу алма салдырады. Ол ма бірақ? Да. Осы уақытқа шейін мен играға ақша салып көрген адам емеспін. Расында. Енді қазір ойынлардың актуаллығы қазір жоғары да. Енді сол ойындар арқылы қалай адамдар пұл тауып жатырды? Oyun oynab o'tirganda запись экрана qilib, YouTube выложить, если из-за просмотров тоже зарабатывают. Баяғысында бір есіп түсіретін, контент түсіретін, YouTube-ға 300 подписчигім бар еді. Өзімше ойлап жүретін миллионер керек. Бола алмадың ба? Баяғы 4-ші класста түсіретін. Тап қойдың ма енді? Ол аккаунты өшіп кетті сөйтіп. 300 просмотр қиналып үйленіп қалды. Hozirgi bolalar ko'pincha o'yin emas, Instagramga kiradigan bo'lib ketgan, blog yuritadi, har xil videolar tushiradi. Сол. Men blog yuritaman ғой, Instagramda. 2950 подписчигім бар. Молодец. 2018-ден бастап жүртіп бастағанмын мен. Мен өзім жүртпегенмін де енді аккаунтты мамам ашқан. Содан бері кейіннен мен өскенімнен кейін жаңағы аккаунтты өзімнің қолыма алып, өзім жүргізіп кетіп өттім. Подписчигің ше? 1000-нан көп. Men ham boshlayapman video tushirib. Жайып. Енді қазір рекомендацияда қазіргі современный, қазіргі уақыттағы Қазақстандағы блогерлар шығып жатыпты менде. Ерке болған тоқтар, мен саған мұйт жасайды. Сөйтіне, маған бір подписчиге келеді да. Аккаунт мамасының аккаунты, бірақ ішіне кіріп қарасаң, рилстан қызлар видео түсіріп болады. Ондай аккаунтлар негізі Инстаграмда көп, бірақ рекомендацияға ұшу несі көплеу да ол шансы. Білмеймін. Мен алдымнан шыға береді сондай аккаунтлар. Мен де. Bolalar, sizlar ham maqtanyapsizlar, men ham maqtanay. Давай.
Mening ham Instagramda video qo'yaman. Ketraja o'zimga har xil vloglar tushiraman va prosmotrlar yig'aman har xil. Senda kontent tushirgizib o'tirgan ekansan. Endi senda qancha подписчик bor? 6000 ga yaqin подписчигim bor. Oy, biz ikimizga qo'shsa da jetib qolib turib. Qaytaver. Biroq men Instagramda prosmotrlar asmonga oshib o'tir. Mendigida aspanға oshib o'tir, biroq. Necha ming qaldi, necha ming, eng ko'p izlagan necha ming? Ko'p-ku. Men o'zim akkauntimda emas, biroq men videolar ko'p tarqalgan. Men misol uchun bir videom bor. Aha. 650 ming prosmotr jinoq qildi. Yarim milliondan ko'p. Bilmayman. So videoda men примерно 1000 подписчик keldi al. Молодец. O'zim Men tushgan video. videolarim o'zimning akkauntimga qaraganda boshqa akkauntlarda ko'p tarqalib o'tiribdi. Endi to'xtang. Bizlar o'yinning temasidan boshqa yoqqa ko'chib ketdik hozir. Izini жалғастырамыз. Endi o'yinlarda жаратудағы maqsad ne? Ko'p kompaniyalar endi o'yin jaratib, programmistlarni pul to'lab, so o'yinlarda ishlatadi-ku. Ularдағы maqsad ne o'zi? Ақша тауып. Ақша тауып. О. Ақша табудың қандай жоллары бар? Именно стримерларға емес, компанияларға. Игроклар донат салады. О, играны тартып алған кезде мегабайт кетеді, мегабайт. Мегабайтына қалай да пул бермейтін шығар? Береді ғой, неге бермейді? Береді. Shunaqa. Енді мен айтайын да, программист есабы, көп платформаларда, қазіргі магазинларда монетизация системасы негізі бар менің естуім бойынша. App Store'да, Google Play'да жүклеп алған адамлардың санына қарап, оларда адаспасам пул береді. Мәселен, ойынларда негізі пул табудың жолы көп та. Ойынның ішінде реклама бар. 99% ойынларда, қосымшаларда реклама. Реклама болады обязательно. X-басында Особенно hozirgi o'yinlarda ko'p. Бірақ мен жоқларын айтайын ба? Free Fire'да жоқ, Stand of 2'де жоқ. Free Fire'da. Free Fire'да жоқ. Мен алдын мен ойнаған кезімде ол ойынларда реклама жоқ еді. Қазір қандай екен білмеймін бірақ. Енді қазір ойнап жатсаң ғой сен? Жоқ. Жоқ. Мен ойнап жатқан 3 играмда да олыма реклама жоқ. Деді реклама. Молодец. Енді біздер бір жұмақ шығарайық та. Ойынларды негізі ойнау керек па, ойнау керек емес па? Егер ойынды өзіңде тиіп ойнап білетін болсаң, мысал үшін беріліп күніне определенный бір уақыт қойып, мысал үшін мен мысал үшін де ойнаймын. Әр қайсысына кіремін, мысал үшін Free Fire кірсем, бір королевский битва ойнаймын, шығып кетемін. Бірақ кіріп кеткен уақытларында болған. Болған енді, болмаған емес, бір кездері болған. Бірақ өзімді алдама. Тип білемін, расы тип білемін өзімді ойынды. Әжайып. Сөйтіп Free Fire 15 минут ойнаймын. Әр қайсысын 15 минутта ойнап шығамын. Lekin menda unaqa Енді қазір қаме ойынды айтып өтпейсің ғой сен. Құласы айтқанда ойынларды тиіп ойнап білу керек. Тиіп ойнап білсең пайдалы да, егер ойынлар. Өзің тие алмай ішіне кіріп кетіп 2 сағат, 3 сағатлап қап кетсең, ойағым минус болады. Menda shunaqa bo'lgan. Стример болсаң ол обязательно минус болады, бірақ плюслар болады обязательно. Енді мен ойымша, қаме плюс бар жерде минус болады. Конечно. Шартты түрде болады. Сұғар берген қосамын. Қосыласаң ба? Сенің пікірің қандай? Menda ham shunaqa vaqtlar bo'lgan. 2 soatlab Roblox o'ynab o'tirgan vaqtlarim bo'lgan. Darslarim, shunaqa uydagi ishlarim qolib ketgan vaqtlar bo'lgan. Ko'pincha o'zi shunaqa. Hozirgi vaqtda qalay? Hozir ham. Bir paytlar bo'lib turadi. Endi men ko'pincha proyektlarim bilan bo'samаймын. Voy. Bizlarning деловой. Енді соның менен менің ойымша подкастымызды жұмақласақ болады. Яқ, сонымен неғат болды ғой? Ойлар пайдалы емес, соны айтайықшы. Негізі пайдасы бар, һәм зияны бар деп ойлаймын мен. Құлас айтқанда достар, ойынларды өзіңізді тиіп білсеңіз ойна, өзіңіз тие алмасаңыз, лучше играларыңыз одай деп саңыз жақсы. Мен ойым сол. Сіздердің ойларыңызды білмеймін, бірақ лично өзімнің пікірім сондай. Мен жеке өзім ойын ойнамаймын. Құрметті достар, соның менен біздер подкастымызды жұмақлаймыз. Итибарларыңыз үшін рахмет.
Пікірлеріңіз болса, комментария бөліміне әлбетте жазып кетің. Бұны біздер күтеміз. Хәммеге хош, сау, саламат болың.